Сәлем достар, қуыршақ тортын дайындайтын боламын және қызыл барық тортының рецептімен бөлісемін. Сары майымызға қантымызды салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Одан кейін жұмыртқамызды бір-бірлеп салып, осылай араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да араластыру қажет. Айранымызға гелевый красителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонымен қатар құрғақ ингредиенттерімізді қосып, осылай жақсылап араластырып алуымыз қажет. Оны өткізгіштен өткізіп, банағы массамызға саламыз. Оның үстіне банағы краситель қосылған айранымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып алуымыз қажет. Міне біздің массамыз дайын. Қамырымызды формаға салып, қызып тұрған пешке 180 градуста 30 минутта пісіресіздер. Менде диаметрі 18 форманың 5 бөлік шықты. Осыны бөлек-бөлек пісіретін боламыз. 30 минуттан кейін ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Яғни ортасы құрғақ болуы қажет. Міне біздің тестіміз дайын. Енді оны 1 сағатқа суытуға қоюымыз керек. Оған дейін кремімізді дайындай береміз. Алдымен сүзбелі ірімшігімізге қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне кілегейімізді құйып, тағы да қоюланғанша жақсылап араластырып алуымыз қажет. Міне біздің креміміз осындай болып шықты, қою болу қажет. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Корждарымыздың үстіне осылай кремді жағып отырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Енді корждарымызды жинап болғаннан кейін ортасын кесіп, қуыршағымызды салып, сыртына жұқалап кремімізді жағып шығамыз. Сыртын әрлеуге сұйық крем керек болады. Осылай кольцо арқылы құйып жібереміз. Міне біздің тортымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.